Мен киімді сатып алған кезде бағаларына қарамаймын. Айтуға ақша көп болса сондай болады дедім ғой. Біздің бай әдеттеріміз. Мен мысалы азық-түлікке барғанда мүлдем бағасына қарамай сатып ала беремін азық-түлікті. Менде жаңағы таңдау болады, нан аламын немесе нан аламын деп көп ойланып уақытымды кетірмей екеуін де ала саламын. Ақша көп қой. Сосын сондай болады да. Мен күніне 1-2 пачка сағыз шайнап тауысып тастаймын. Мен үйде тамақ істемеймін, маған тамақ істеп береді. Әдемі. Мен тамақты да өзім істеймін, азық-түлікке де өзім бар. Біздің бай әдеттер енді сәл басқаша енді. Менің бай әдетім зуни пастаны кесіп қолданбаймын. Бұрын қолданғанбыз, жақында қойдым. Алдырған болды. Иә. Точно. Алдырғаннан кейін қойдым, зуни пастаны қимайтын болдым. Бұрын оны қиып, ішіндегісі щеткамен. Бұрында менде болған. Мен салонға бару уақыт ұтпаймын, мен макияж жасайтын адамды үйге шақырамын. Күшті. Мен бір-екі киілген киімдерімді сататын әдеттерді айналдырдым. Білмеймін, бай әдет па, или керісінше ма, білмеймін. Мен киімді сатып алған кезде бағаларына қарамаймын. Айтуға ақша көп болса сондай болады дедім ғой. Мен объемы 6-дан төмен машина мінбеймін. Мен таксимен жүрмеймін, өзімнің жеке көлігім, жеке жүргізушімен жүремін. Күшті. Мен арасында эконом шақыртырам десең. Бұл бізде тек бай әдеттер болған жоқ, аралас әдеттеріміз болды. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет.